Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі менің сіздермен бөлісейін деп отқан тақырыбым бала кезінде жалпы көп қателіктер болатын кездеріңізді сөйлесейін деп отырмын. Бала емдегі қателіктер. Мен бүгін неге бұл тақырыпты бөлісейін деп отырмын деп сіздерде сұрақ туындап отқан шығар. Мен негізі педиатрмын, жалпы тәжірибелік дәрігермін және неонатологпын. Сондықтан бала туралы көп білетінім бар, соны сіздермен бөліскім келеді. Енді сіздер осы тақырып туралы тыңдағыларыңыз келсе, менімен бірге қалыңыздар. Бірінші айтайын дегенім температура туралы. Маған көптеген сұрақтар түсіп жатады, ата-аналардан звондап сұрап жатады. Баласы ауырған кезде температураның қалай түсіреміз? Бізде жаңағы температураны түсіретін дәрілерден басқа жаңағы халық емі бар, сол сияқты. Мені көп шақыратын кезде ол температура көтерілген кезде. Біз жақсы көреміз баланы температура көтерілген кезде қалың киіндіріп, ол ауырып қалды деп көрпелермен жауып, ол дұрыс емес. Дәл керісінше болу керек. Баланы бір жейдемен қалдырып, жаздық уақыт болса ашып тастау керек. Менде бір оқиға болған. Баланы үйіне шақырды, ата-анасы баласы ауырып, сол кезде үйіне барған кезде кішкентай емшектегі бала үйіне барған кезде баланы үстінен 2-3 көрпе жапқан, 2-3 емес, алдамай қояйын, 2 көрпе, одан кейін үстіне қалың киіндірген. Бала деген ыстық болып, қып-қызыл болып жатыр. Мен оның бәрін аштым, үстін шешіндірдім. Сол кезде 2 градусқа температурасы, дене температурасы түсті. Ол дегеніміз, біз өзімізден қолдан температура жасамай қояйық. Негізі баланың, адамның температурасы 36,6 болу керек. 38 температураны біз Всемирная организация здравоохранения дейді. Сол бойынша 38-ге дейін температура балада болса, оны ешқандай дәрілермен бөлуге болмайды. Ол деген баланың өзінің организмі қорғай алады баланы, 38 температураны бала көтере алады. Сондықтан екінші қателік ол 38-ге дейінгі температураны баланы қайтсек те оның температурасын түсіруге дайын тұрамыз. Ол болмайды. Баланы қалың киіндіруге болмайды. Баланы жұқа ғана киіндіріп қоюымыз керек. Және де баланы 38-ден температурасы жоғарыласа түсірмейміз. Тек 38-ден жоғарыласа ғана түсіреміз. Жаропонижающий препараттар деп аталады, солармен. Және де екінші айтайын дегенім осы температураны спирт және оның өнімдері және уксус пен араластырып баланы сылап жатады денесін. Ол үлкен қателік. Олай жасауға болмайды. Өйткені бұрында жасаған больницаларда, поликлиникаларда да сондай ұсыныспен бұрынғы кезде, қазіргі заң бойынша олай болмайды. Өйткені баланың терісі өте нәзік. Баланың эпидермис деп аталады, үстіңгі қабаты үлкен адамдарға қарағанда өте нәзік болады. Сіз оны күйдіріп алуыңыз мүмкін спиртпен. Немесе баланың оның қабылдағыш қасиеті үлкен адамдарға қараған. Сіз оны жағасыз, кейбіреулер оны орап тастайтындары да бар. Ол орап тастағаннан кейін ол ішке сіңіріледі. Бүкіл денеге спирт немесе уксусты жаққан кезде бүкіл дене оны өзіне қабылдайды. Содан интоксикация болуы мүмкін, балада аллергия болуы мүмкін. Олай жасамаңыздар. Осы температураға байланысты осы. Және де маған көп кездестіретін нәрселерім практикада ол баланы шөптік дәрілермен емдеу. Дәрігердің ұсыныссыз бармай өзі аптекаға барып немесе басқа жерлерден шөпті алып, қайнатып, оны балаға береді. Ол үлкен қателік, олай жасауға болмайды. Өйткені шөптің сіз қандай шөп екенін, оның дозасын, оның қандай мөлшерде беретінін, оның сіздің организм баланың қабылдай ма, қабылдамай ма, және қандай аллергиялық реакция беруі мүмкін, оны сіздер білмейсіздер.
көп жағдайларда отек квинке дейміз, және де ең ауыр түрі аллергияны анафилактикалық шокқа дейін әкелуі мүмкін. Ол кезде балада аллергиясы болса, сіз білмеуіңіз де мүмкін. Балаға бересіз, одан кейін 15 минуттан кейін ол бала ойнап жүріп, сізге де өзінің болып тұрған нәрсесін сізге түсіндіріп айта алмайды. Сіз қарап, бала жақсы деп те жүре беруіңіз мүмкін. Сосын скорый помощьқа звондап та үлгере алмай қаласыздар. Сол үшін шөптік дәрілерді өте ұсақ болу керек. Ол кезде балаға беруге болмайды. Өйткені баланың қабылдағыш рецепторлары сіздерге оны қабылдамайды. Сондықтан дәрігермен кеңескен жөн деп айтқым келеді. Осымен менің айтатыным көп. Менің каналыма жазылыңыздар, дос болайық, және де мен сіздің онлайн дәрігерлеріңіз болайын. Сондықтан менің каналыма жазылыңыздар. Дәл осы бала еміндегі қателіктерді келесі бөлімде көргілеріңіз келсе, сізге қош келдіңіздер деймін. Сондықтан келесі кездескенше сау болыңыздар.